Тағы да бір айта кететініміз, бұл екінші видео. Алдыңғы енді жаңағы алдыңғы видеоны көріп отырып бір ой түйгенім бойынша бір жерінде айта кеттім, жаңағы киім мәселесі. Енді менің айтқаным бәрі былай келеді, шын мәнісінде, өйткені мен көргем жастарды зерттеп істеп жүрміз, білеміз ғой. Сол киім мәселесі бойынша, яғни жаңағыдай киім шешіп отыру, не істеп отыру, киіп отыру деген мәселе, енді жалпы менің өзің білесің, яғни менің айтуым бойынша. Бірақ шешіп отырсаң да болады, яғни. Ал шешіп отырсаң да болады. Ол мысалға айта кетпеппін, сол кезде мен басында бас жуарда киімді шешіп, басы жуып, сосын шашты алып, сосын қайтадан бас жуып, сосын киіп алып, сосын барып қайтадан енді кептіру керек қой, шашты кептіріп укладка жасамаса жалпы қалпына келтіріп өз стиліне қойып беру керек қой шаштарды. Сол кезде енді сен бірінші шашты жуғаннан кейін бірден шаш киіп алсаң, ол да мүмкін. Ол да бір тазалықтың өтуі мүмкін. Киімге тимейді деген. Одан кейін барып жаңағы укладканы істеу керек. Ал егерде сен басыңды екінші рет мысалға шашыңды екінші рет жуған кезде шашыңды жудың, сосын отырып кептіріп стильдеріңді істетіп алдың, фенмен болсын, гелмен болсын, фриланспен болсын, сөйтіп барып бас киімді кию қателік, яғни ол сен көйлек болсын, өзің білесің енді ыңғайлы, өзің жағдайға қарап көресің ғой любой нәрсені. Көйлек болса мүмкін кие салуға болатын шығар. Көбімізде мүмкін андай джемпер көп қой, енді басымен киетін киімдер болуы мүмкін, футболка деген секілді. Сондықтан енді барлық жағдайға қарап көреміз жалпы любой нәрсені. Бірақ алайда мүмкін болса сол басты жуғаннан кейін киіп алса, ол дұрыс болады. Негізі енді оның бәрі личный проблема менің ойымша. Енді шаш өзі әркім жаңа айта кеткендей қалауына қарай киімді шешіп отырады, немесе шешпей отырады. Өз басым көбінесе оны шешуге қызықпаймын енді деп денесі барлар шешеді, көбінесе кейбір жігіттер бар бізде, денесі бар мақтанғандар деп па. Өзімде енді бір айналып кеткен денеміз жоқ, бірақ енді арықпызда мысалы енді жалпы кім әртүрлі ғой, толық болады, мүсінін көрсеткен жаңағы әурет жер көрінеді, еркекте әурет жер енді мысалы көп қой енді. Әркім өзі біледі. Сол мәселе. Егер шешіп отыратын, жаңа алдында айта кетіппін, шешіп отырса, солай екінші рет бас жуғаннан кейін киіп алып, одан кейін барып кептіріп өз стильдерін істетіп алса, ол дұрыс жағынан дұрыс болады. Ал егер сен екінші рет бас жуып, бірден стиліңді келтіріп барып істесең, ол жерде басыңмен өткен киім сен шашыңды құртып кетеді. Сондықтан киім мәселесі сол. Ал енді алдағы уақыттары видеоларды күтіңіздер, Құдай қаласа. Енді ашылды бұл жұмысымыз. Енді бәрі қарапайым тәжірибеде түсіріледі, қарапайым сотка үшін. Алдағы уақытта дамимыз. Сол көріңіздер, қызықты болуы мүмкін, әртүрлі шаш стильдер. Менің бұл видеодан үйренуге болған кейбір нәрселерді, шаштарды оқығысы келіп жүргендер. Кейбіреулер қызықтайды бұл видео. Негізі мен көп нәрсені қызық үшін істегенді қалаймын, өйткені мысалы бір видео көріп отырсаң, сен қызық үшін мысалы көргің келеді, пранк көргің келеді, қызық үшін көресің, сен видеосын күтесің. Сондықтан енді шаштың мәселесі күнделікті бәрімізде шаш бар мысалы. Шаш жоқ кісілер айып етпеңіздер деп па. Бәрімізге шаш бір тал шаш